Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Талдықорған қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сейсенбаева Сайра Еркінбекова. Сіздермен Teams қосымшасында 4-ші сыныптағы математика сабағында өз бетінше жұмыс жасау кезінде оқытудың белсенді әдістерін қолдану атты іс тәжірибемен бөліскім келеді. Қазіргі таңдағы оқыту жүйесіне байланысты сабақ мазмұны қашықтықта үйде отырған баланы оқытатын, үйрететін, сонымен қатар оқушы қызығатын, ынталанатын сипатқа ие болуы тиіс. Сондықтан бізге оқытудың белсенді әдістерін кеңінен пайдалануға тура келеді. Қазір мен сіздерге математика сабағында оқушылармен жүргізілетін өздік жұмыстың үлгісін көрсетейін. Ол үшін біз сіздерменен Teams платформасында өзіміздің, яғни командамыздың ішінде өз сыныбымызбен құрылған Teams платформасында создать батырмасын басамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, сабақ мақсатына байланысты қысқаша тапсырма құрылды. Яғни оқушының рет саны, аты жөні, тапсырма, бағалау критерийі бойынша балл, мұғалімнің кері байланысы және оқушының таныстым деген қолжазбасы. Қазір мінекей сыныптағы оқушылардың атын жазайын. Қысқаша Фариза, яғни Фаризаға тапсырма берейік. 265 қосу 458. Келесі оқушы Анар. Анарға тапсырма, мысалы 369 азайту 282. Келесі оқушы Дина дейік. Дина, сыныптағы Дина. Динаға тапсырма, мысалы 668 азайту 239. Мінекей. Оқушыны алдық біз. Арғарай сіздер, яғни өздеріңіздің сыныптағы барлық оқушының тізімін жазып, жеке-жеке тапсырманы беруіңізге болады. Қазір сіздер көріп отырсыздар, Фариза мінекей платформада отыр, яғни бұл тапсырма бір уақытта орындауға берілді. Фариза қазір өзінің тапсырмасының жауабын жазады. Яғни тапсырманың жауабын қарасаңыздар, яғни бұл жерде Фариза қателескенін көріп тұрмыз, сондықтан да мен бұл оқушыға 0 деген балды қоямын. Яғни Фаризаға кері байланыс, ойлан, қайта есептен. Оқушы өзінің кері байланыспен танысқаннан кейін қайтадан есептеуге уақыт беріледі. Енді келесі Анардың Фариза, мінекей Фариза кіріп, өзінің кері байланыспен танысқаннан кейін Фариза кіріп, қатені тауып, тапсырманы қайта орындады. Ендеше бұл балаға 1 балл беріледі. Енді Фариза мұғалімнің кері байланысын алғаннан кейін қатесін түзеді. Енді таныстым деп өзінің қолжазбасын қалдырады. Танысты Фариза. Келесі Анар. Анар отыр екен платформада. Қазір ол өзінің тапсырмасын орындайды. Берілген тапсырманың жауабын жазады. Мұғалім, яғни оқушының тапсырманы қалай орындап жатқанын мінекей көріп отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, есептің жауабы дұрыс. Яғни бұл балаға 1 деген балл қойылады. Кері байланыс өте жақсы деген кері байланыс берілді. Енді оқушы кері байланыспен танысқандығын білдіріп, өзінің таныстым деген кестеде қолжазбасын қалдырады. Ал енді Дина тапсырманы орындауға кірген жоқ. Енді бұл оқушының кез келген уақытта, өзіне ыңғайлы уақытында кіріп, файлдан тапсырманы ашып, тапсырманы орындауына болады.
Енді өздеріңіз көріп отырғандай, Teams қосымшасының тиімді жақтарын байқадыңыздар. Бұл жерде мұғалім не істеді? Мұғалім бұл жерде өзінің сабақ мақсатына байланысты тапсырма берді, оны бағалады және кері байланыста берді. Мінекей Teams қосымшасының тиімді жағын байқадыңыз. Мен сіздерге бір ғана үлгісін көрсеттім. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.